Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, нәзік пицца дайындайтын боламыз. Пиццаның қамыры төмендегі сілтемеде. Дайын болған қамырымызды екі бөлікке бөліп, керек бөлігін алып, үстіне ұн сеуіп, жұқа етіп, домалақ формада жайып шығамыз. Қамырымыз дайын болған кезде пешімізді қыздыруға қоямыз. Содан соң салмасына кірісеміз. Салмасына менде қызанақ және сосиска болады. Ірімшігімізді үккіштен өткізіп, алдын ала дайындап қоямыз. Міне салмамыз дайын. Енді соус дайындауға кірісеміз. Соус бізде кетчуп және майонезден құралады. Екеуін жақсылап араластырып, дайын болған қамырымызды противеньге саламыз. Егер противеніңіздің асты жабысатын болса, пергамент қағазын салуды ұмытпаңыз. Соус жағып болған соң салмамызды толықтай орналастырып шығамыз. Мен ірімшікті ең соңынан пиццамыз дайын болған кезде саламын. Сол себепті пешке дәл осылай саламыз. Міне мен ірімшігім әлі тұр. Дайын болды деген кезде пиццамызды алып, бетіне ірімшігімізді толық себелеп шығамыз. Қайтадан духовкамызға 5-10 минутқа ірімшігіміз ерігенше салып аламыз. Міне біздің пиццамыз дайын болып шықты. Өте дәмді, әсіресе кішкентай балалар сүйсініп жейді. Баршаңызға ас болсын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.